Бәріңе сәлем. Менің есімім Асқар. Бүгін мен сіздерге eGov Mobile мобильді қосымшасының жаңа мүмкіндіктері мен жаңартулар туралы айтып беремін. Егер де бір себептермен сізде интернет болмаса, цифрлық құжаттарды енді офлайн пайдалана аласыз. Бұл үшін сізге электрондық цифрлық қолтаңба арқылы авторизациядан өту керек. Ең бірінші байқайтыныңыз цифрлық құжаттардың басты беттегі жаңартылған дизайны. Өзіңіз білетіндей, құжаттардың саны 18. Бұл жеке куәлік, жүргізуші куәлігі, туу туралы куәлік, вакцинациялау паспорты, ПТР тест және тағы басқалар. Цифрлық құжаттар түпнұсқа құжаттардың аналогы болып табылады. Егер де сіз цифрлық құжаттарда қате байқасаңыз, e-өтініш сервисінің көмегімен өтініш бере аласыз. Бұл үшін сізге қате туралы хабарлау батырмасын басу керек. Цифрлық құжаттарды еліміздің барлық әуежайларында, темір жол вокзалдарында, Отбасбанк және Қазпошта, Билайн ұялы байланыс операторының бөлімшелерінде, сондай-ақ екінші деңгейлі банктер мен нотариустерде пайдаланыңыз. Енді цифрлық құжаттар әрқашан сізбен бірге.